Өткен сабақтың жалғасы ретінде пысықтау мақсатында one file b'де берілген жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде 1AD кездескен сөздерді мен алмадым. Сіздерге жаңа мағынаны білдіретін сөздерді алдым. Match the music, музыканы сәйкестендіріңіз. Name the continents, континенттерді атаңыз. Name деген атау деген етістік. In groups, do the world quiz, тобыңызбен әлемдік квиз жасаңыз. Answer with the continent, country, nationality from vocabulary bank. Жауап беріңіз, континент, ел, ұлттарды сөз қорынан дейді. Vocabulary bank сөз қорынан, иә. I think, менің ойымша, ол Азияда, бірақ мен сенімді емеспін. To be'дің бір сөйлем жасау форматы, иә. I'm not sure. Sure деген сенімді деген етістік екен. But бірақ мен сенімді емеспін. The sound A is the most common vowel sound in English. А дыбысы өте кең ағылшын тіліндегі таралған дауысты дыбыс. Мағынасы сөйлемнің, иә. Бірақ мен сөзбе-сөз жаңағы әр сөздің өзінің сөзбе-сөз аудармасын беріп қойдым мына жерде. The sound A has many different spellings. А дыбыстың көптеген түрлі дыбысталулары бар. Мысалы, for example, many consonants and the combinations of consonants only have one pronunciation. Көптеген дауыссыздар мен дауыссыздардың комбинацияларында тек жалғыз дыбысталу болады. Some constructions can be pronounced in different ways. Кейбір конструкциялар түрлі жолдармен дыбысталына алады. Can be алады деп аударамыз. Can be мына жерде тұрса, аударғанда сөйлем аяғына кетіп қалыпты. Көрдіңіздер ме? Pronounce это дыбысталу, different ол түрлі, ways жолдармен. Practice with your partner, жұбыңмен жаттау жасаңыз. Charles isn't Czech, he is French. Charles чех емес, ол француз болады. Is she Polish or Russian? To be'дің сұраулы сөйлем форматы, ол поляк немесе орыс па? We are German and they are Japanese. Біз неміспіз және олар жапондықтар болады. What country are the football teams from? Қай елден ол футбол командалары болады? What are the countries in English? Қай ағылшын елдері қай елдер болады деп сұрап тұр мына жерде. Яғни Америка, Англия, Австралия деген ағылшынша сөйлейтін елдер ғой, соны сұрап тұр. What nationality are the flags? Бұл жалаулар қай ұлттікі болады деп сұрап тұр, иә? Сөзбе-сөз жазып қойдым. Good luck to Spanish team. Сәттілік испан командасына. Is it near the Sydney? Ол Сиднейдің жанында ма? Near деген сөз жаны деген мағынаны білдіреді. Келесі. Is it in the north? Ол солтүстікте бола ма? Ол солтүстікте болады. Imagine, елестетші, you are from different country, сен басқа елденсің. Think of a city, қаланы ойлаңыз, то есть елестетіңіз деген мағынада. Ask other students, басқа студенттерден сұраңыз. Dictate numbers to your partner, жұбыңызға сандарды атаңыз дейді. How is the stress different? Қалайша екпін түрленеді? Which number do you hear? Қандай сан естідіңіз? Circle A or B above. Жоғарыда берілген ішінен А немесе Б'ді домалақта дейді. Міне қарасаңыз, бірінші сабақта ғана сіз ағылшын тілін бастағанда 80 сөйлеммен сіздерге ұсындым. Яғни нұсқаулықтардың барлығын бердім, иә. Енді мына жерде 27 сөйлем болып тұрғаны, сол нұсқаулықтарыңыз қайта-қайта қайталана береді екен кітап бойы. Сондықтан сіздерге тек қана жаңа сөздерді бірінші сабақтан жаттап алсаңыздар, ары қарай тек осылай списоктеріңіз бұдан қысқарып, ең соңында 1-2 сөйлемге түсесіздер ғой. Сөйлемдерді жаттап болған кезде ағылшынша түсіне бастайсыздар, айта бастайсыздар. Осылай списоктеріңіз түсе береді төмен қарай. Енді жаттап болғаннан кейін мына бетпен тағы жұмыс жасаймыз, иә? Яғни өзіміз тексереміз. Бұл бет бізге не үшін керек? Бұл бірінші файл біткен кезде жаңағы тест тапсырамыз ғой. What do you remember? What can you do? Дегенде сен есіңде не бар? Не жасай аласың дейді. То есть қай сөйлемді айта аласың? Сұрақ қоя аласың ба? Осы үйренгеніңді қолдана аласың ба деген мақсатпен жасалынған тапсырма. Сол кезде я мен жасай аламын деп өзіңіз айтасыз. Жаңа музыканы сәйкестендіріңіз. Match the music, иә. Континенттерді атаңыз. Name the continents. Тобыңызбен in group дейсіз. Әлемдік квиз жаса. Do the world quiz.
автоматически уже айтып тұрасыз да. Жауап бер. Континент, ел, ұлттарды сөз қорынан дейді. Сөз қорынан континент бе, ел аты ма, ұлт аты ма, континенттің аты ма, соған жауап бер деген сөйлем екен ғой деп. Answer with the continent, country, nationality from the vocabulary bank деп өзіңіз шығарасыз, ағылшынша оқыған сөйлеміңізді. Егер шығара алмасаңыз, қайтадан барыңыз. Қайтадан барып, қайтадан қарап, қайтадан айтып көріңіз. Міне осылай қайталап айтудың арқасында сіз ақырындап ағылшын тілін үйренесіз. Үйренбейтін нәрсе жоқ. Бүкіл адам, бүкіл ел, бүкіл әртүрлі жастағы 75 жастағы адамға дейін ағылшынды осылай үйреніп жатыр. Өйткені 5 минуттың ішінде, 20 күннің ішінде ағылшын тілін біле салам деген ол жалған ақпарат деп ойлаймын. Өйткені бұл тіл қаншалықты қарым-қатынас жасағыңыз келеді, соншалықты жаңа сөздер шыға береді. Ол адамның жаңағы айтқысы келетін ойына байланысты. Не айтқысы келеді, соған байланысты сөз шыға береді. Сондықтан қарапайым деңгейде жай айтып сұрай алу үшін, міне осы төби көмекші етістігінің сұрау сөйлем түрінде, міне ол поляк па, орыс па, менің ойымша ол Азияда, бірақ мен сенімді емеспін. I think it is in Asia, but I'm not sure деген уже төбемен келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Міне өстіп, ары қарай жұмыс жасап, өздеріңізді тексеріп, жақсылап жаттап алыңыздар. Екінші файлды пысықтап. Міне, қай ұлт болады жалаулар? То есть жалаулар қай ұлт болады? What countries are the flags дейміз. Сәттілік испан командасына good luck to Spanish team дейміз. Ол жанында ма Сиднейдің? Is it near the Sydney деп төбидің сұрау форматын қоямыз. Ол солтүстікте болады. It is in the north. Елестетші, сіз басқа елденсіз. Imagine you are from different countries. Ойлайсыз қаланы. Think of city. Басқа студенттерден сұраңыз. Ask from the other students. Жұбыңа сандарды ата. Dictate the numbers to your partner. Қалайша екпін түрленеді. How the sound with stresses түрленеді. Ұмыт қалдым. Барамыз. Келесі бағанағы форматымызға барамыз да. Тексереміз. Қалай түшеді деп. Қалайша екпін түрленеді. How is the stress different дейді екен. Все, есіме түсті дейміз де. Қайтадан барамыз. How is the stress different? Spelled деді ме? Тағы ұмыт қалдым дейміз. Қайта барамыз. How is the stress different? Different деген сөзді қолданады екен. Түрленеді деген сөз. Все. How is the stress different? Ұмыт қалам. How is the stress different? Қайталаймыз. How is the stress different? Қандай сан естіріңіз? What number do you hear деп ма? Қалай деп? Мына жерді ұмыт қалдым ғой деп қайтадан барасыз. Which number do you hear? What емес, which екен. Which деп бұрайды екенбіз. Which number do you hear? Which number do you hear? Which number do you hear? Қалайша екпін түрленеді? Бағанағы сөйлемейсіңіз деп ма? Қандай сан естідіңіз? Which number do you hear? Қалайша екпін түрленеді? How the stress is different деді. Spelled different деді. How is stress spelled different? Солай деді ма? Ұмыт қалым қайтадан. How is stress different? How stress different? Spell деген сөз жоқ. Ұмыт қалма. Spell деген сөз жоқ. How is stress different? Which number do you hear? Қайтадан барам. Қалайша екпін түрленеді? How the stress is different? Қандай сан естіріңіз? Which number do you hear? Все, естірім. Есіме түсті. Домалақта А немесе Б жоғарыдан. Circle A or B from the above. From the above деген бар ма? Мен қош жердім.
жоқ, просто above екен. Все, есіме түсті. Қайта барам. Circle A or B above. Все, мен жаттап алдым. Деп өздеріңіз осылай тексеріңіздер өздеріңізді. Сонда жүйелі түрде сөздік қорларыңыз қалыптасады. Келесі сабақта 1C-ді өтеміз. Оның ішінде қандай сөйлемдер кездеседі тағы да көреміз. Сәттілік.